барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Назар. Достар, бүгінгі бізде ешқандай видео емес. Бүгін біздерде ешқандай ойын емес дегенім. Яғни біздерде, не болайын деп тұр. И 2024 жылдан қорытынды жасаймын. Осыған дейінгі жылдарда білмеймін, енді басқа ютуберлер жасаған шығар. Білмеймін, енді менің жасауым бөлек. Өзім үшін бұл ойын емес, яғни просто сіздерге мен бір орында отырып Майнкрафтты айтуы қызық емес болды да. И сіздерге өйстіп осындай бір видео қылып жасадым. Бедварс қылып. Так, салып жіберейін. Так, мен 2024-де 52 видеомен 443 подписчик жинадым. Яғни бұл нақты көрсеткішке вообще сай емес. Короче, мен айтқан кейгені бастысы не жасадым, ютубқа не көмектестім. Мен ютубтағы мақсатым негізінде қазақ ютубын дамыту ғой. Алдымен 100 мың, сосын әрмен қарай дегенде ғой. Яғни достарыммен Алихан, Нурко деген сияқтылармен тым өтіп қапты. Так, енді сол мақсатпен енді мен дамытқым келеді. Мен сияқты ешкім телефонмен түсіріп даму жету дейтін білмейді ғой енді. Әсіресе ойынды кейбір адамдар өз телефонмен дамып жеткен шығар жетістіктерге. Ал мен білмеймін, өзім танитын ешкім жоқ. Мен ютубты 2019 жылы канал ашылды. 2024-тің ақпан айында менде ең алғашқы видеолар салынып бастады менде. Содан бері мен дейтін уже біраз заттар жасаған. Баста қызық болды, одан тастап кеттім келді ютубты. Содан соң қызық емес болып қалды маған уже. Содан кейін уже не істеп кеттім, ютубтан алшақтап кеттім. Одан кейін өзім балдарым таптым жақын. Сол балдармен бірге видео түсіріп тастадым. Қазір де түсіріп жүрмін. Енді яғни сол енді 2025-те өз мақсатыма жетуім керек қой. 2025 менің жылым. Менің целым бар достар. Мақсатым 2025-те мен 2026-ға дейін бар ғой. 2025-тен 2026-ға дейін тура 1500 подписчикке жету. Жоқ, 1500 емес, 2000 подписчик. 2026-ға дейін 2000 подписчикке жету. Яғни бұл мүмкін емес шығар. Жай телефонмен бір жылдың ішінде қанша почти 1500 подписчик жинау деген мүмкін емес нәрсе. Ал мен соны мүмкін қылып көремін. Негізі оңай бір жылдың ішінде жай ғана 2000 подписчик жинау. Мен 2025-те жинай аламын. Дәл осының жалғасы жылды қорытындылау 2025-тің 31 желтоқсан күнін күтіңіздер. Достар, егер біліп жатсыздар ғой, мен ютубтан енді барып дұрсақ болғалы отырмын. Арнама тіркеп келдіңіздер. Енді осындай бедварс форматта тамамы болмай тұрды. Бедварс форматта летсплей, білмеймін, басқа да ойындарды көріп жатармын енді. Қызық болса, блог форматында челлендждің видеоларды көріп жатам. Так что маған подписчиктерімді көтеріп тұрсаңыздар, менде видеолар қызықтап шығарам. Ал енді деп қойды. Сау болыңыздар достар, сіздермен шағын ғана болған мен Ерназ.
жаза